Бүгінгі видеода ішек инфекция туралы, ішек инфекцияның себептері, емі және алдын алу туралы айтылатын болады. Бүгінгі видеода әсіресе жазда болатын ауру ішек инфекциясы арнайы осы жаз мезгілі болғасын шығарып отырмын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды және де қандай видео шығарайын сол туралы комментарияға жазып қойсаңыздар, мен міндетті түрде оқимын. Жаз бұл ең керемет жыл мезгілі. Оны ересектер де балалар да жақсы көреді. Тек жаз ғана тура ағаштан жұлып алып, бірден ауызға тастай салатын, жана піскен жемістерді жеп қуанатын уақыт. Алайда осы жуылмаған жемістер мен көкөністерді жеу қауіпті ауру ішек инфекциясының дамуына әкеліп соғады екен. Медициналық статистика деректеріне сүйенсек, жыл мезгілдерінің ыстық кездерінде басқа уақытқа қарағанда ішек инфекцияларын өшу жоғары болады екен. Ішек инфекциясы дегеніміз асқазан ішек жолдарын зақымдайтын жіті инфекциялық аурулардың бір тобы. Зақымдалу себептері: жұлып алып көкөністерді, жемістер мен жидектерді жеу, піспеген жеміс жидектерді жеу, мысалы қарбыз немесе қауын, саңырауқұлақтардан жасалған тағамдарды тұтыну, саңырауқұлақтар сапасыз термиялық өңделген кезде шикі су ішу, құдықтан немесе қайнардың суы және тағы басқа суларды ішу, суды аз мөлшерде ішу, бұл асқазан шырынының қозғалыс қызметінің әлсіреуіне әкеледі екен. Жарамдылық мерзімі аз азық-түліктерді қолдану: жаз кезінде ет, балық, сүт және тағы басқа азық-түліктер жылдам бұзылады, ал оларды тұтыну ішек инфекциясын дамытады. Суға шомылу кезінде қоймаларынан, көлдер мен теңіздерден жиі және абайсызда су жұтып қою, патогенді бактерияларды тасымалдаушы болып табылатын жәндіктердің шағуы, ерекше вирустарға қарсы екпелерді алмау, әсіресе экзотикалық елдерге саяхаттау кезінде маңызды болып табылады. Гигиеналық талаптарды сақтамау, тамақты кір қолмен жеу. Ішек инфекциясының даму қаупі көбіне иммунитеті әлсіз адамдарда, балаларда, жасы келген адамдарда, сонымен қатар ас қорыту жүйесінің созылмалы патологияларынан зардап шегетін кісілерде кездеседі екен. Бала ағзасы үшін ішек инфекциясының қаупі: ішек инфекциясының дамуы бала ағзасына айтарлықтай қауіп төндіреді. Уақытылы және мамандандырылған емдеу алмаса, зақымдалу нәтижесінде балада сусыздану пайда болуы мүмкін. Оның басты қаупі жүрек қан тамыр жүйелері жұмысының ауытқуы болып табылады. Ішек инфекциясының белгілері: ағзаның улануы біртіндеп басталады. Ішек инфекциясының ерте дамуының белгілері: әлсіздік, тәбеттің жоғалуы, іш аймағының аздап ауруы, ұйқыға тарту, енжарлық, көңіл-күйдің өзгеруі арқылы білінеді. Ішек инфекциясының айқын белгілері: сұйық дәрет, жиі құсу, лоқсу, іштің қатты бүріп ауруы, дене температурасының жоғарылауы, дірілдеу. Ағза улануының айқын белгілерінің пайда болуы кезінде шұғыл жедел жәрдем бригадасын шақыруға тура келеді. Егер науқастың дене қызуы күрт жоғарыласа, бірден медицина қызметкерлерін шақыру қажет. Сонымен қатар шұғыл жедел жәрдем шақыруға мынадай факторлар себеп болады: науқас үздіксіз қатты құсқанда, нәтижесінде қанның араласуы болғанда жедел жәрдем шақыру керек. Ауруды емдеу: ішек инфекциясы кезінде адам ағзасы патогенді бактериялардан өз бетімен құтылуға тырысады. Іштің өтуі мен диарея секілді белгілер ауру қоздырғыштарына қарсы ағзаның қорғану реакциясының қатарына жатады. Алайда сұйықтықты көп жоғалту сусыздануға әкелуі мүмкін. Сол себепті уланып қалғанда емдеуді бірден бастаған жөн. Ішек инфекциясының емдеу сатылары: сусыздану профилактикасы: жоғалтқан ылғалдың орнын толтыру үшін науқас жиі су ішу керек. Егер суды көп мөлшерде ішсеңіз құсасыз, сол себепті аз-аздан бірақ жиі сұйықтық ішу қажет. Сусызданудың алғашқы белгілері: терінің құрғақтығы мен еріннің шырты қабатының құрғауы, тері қабатының бозғылдануы, ауыздың құрғауы. Осы белгілер біліне салысымен міндетті түрде дәрігер шақырыңыз. Құсу
құсу немесе диарея іш өтуді басу үшін смекта, ригидрон балаларға да үлкендерге де ішуге болады. Профилактика, алдын алу, тамақ ішер алдында қолды жуу, көкөністер мен жемістерді жақсылап жуу, қайнаған немесе бутекедегі суды ішу, ақуызды кремдері бар, жартылай фабрикат еттерді тұтынуды қысқарту. Ақпарат пайдалы болса лайк басып, каналыма тіркеліп және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.